Қазақстан темір жолы ұлттық компаниясының басшылығы Штадлер зауытына барып, өндіріс кестеге сай жүріп жатқанын және вагон сапасының әлемдік стандарттарға сай екеніне көз жеткізді. Қазақстандық алғашқы жаңа үлгідегі вагондар дайын болды. Купе, плацкарт және мүмкіндігі шектеулі жолаушыларға арналған нұсқалар. Бұл вагондар 40 жыл қызмет етуге есептелген және еліміздің климаттық ерекшеліктеріне бейімделген. 2030 жылға дейін жолаушылар паркін толық жаңарту жоспарланып отыр. Барлығы 557 заманауи вагон. Компания Штадлер заключила с казахским железнодорожным. Штадлер компаниясы Қазақстан темір жолымен 20 жылдық сервистік келісімшартқа қол қойды. Ол толық қызмет көрсету циклін қамтиды. Бұл келісімге күнделікті және жоспарлы техникалық қызмет көрсетулер, сондай-ақ орта және күрделі жөндеу жұмыстары кіреді. Яғни біз желтоқсан айынан бастап вагондарға да, сондай-ақ Астана техникалық қызмет көрсету пункті вагонның жүріс бөлігіне де қызмет көрсетуді бастайды. Ал Алматы техникалық қызмет көрсету пункті нысанының дайын болуы 2026 жылдың соңына жоспарланып отыр.